бәріңді. Түсіндіңдер ма? Қарғамайын десек, білін, жалмауыз болып баратсыңдар, жастарды жалмап баратыр сендердің үнсіздіктерің, сендердің қорқақтарың, қазақтың жігіттері. Түсінесіңдер ма? Қарындарың менен екі бұттың арасын ойлағанның кесірінен жастарды жалмап баратсыңдар. Неге үнсізсіңдер қазақтың жігіттері? Қарғайын десем жалғыз қазағым, қарғамайын десем жастардың жалмауызы болдыңдар ғой қазақ. Сіздай бұл суретің WhatsApp-қа кетіп қапты. Айка, мен соны айтып отырмын, жігіттер жалғыз қарындасымызды жылатпай, көзесін азбай. Аға, Нұреке, жалғыз мен емес, қанжылап отырған күллі қазақтың анасы, күллі қазақтың анасында қорқыныш. Түсінесіз ба? Балам кімнің қолында өлер екен? Балам аштан өлер ме екен? Балам қасақана өлімнің құрбаны бола ма екен? Балам қасақана педофилдің құрбаны бола ма екен? Зорлығын. Бұл жалғыз менің көз жасым емес. Бұл күллі қазақтың аналарының көз жасы, қорқынышы. Түсінесіздер ме? Мен қорқамын уже ана қоғамнан. Қызым мен балам кімнің қолында құрбан болады екен деп қорқамыз. Қазіргі аналардың қорқынышы. Рахмет, просто мына жігіттер үндемей отырғанда мен соған жыным келіп отыр. Жігіттер сөйлесіңдерші, айтсаңдаршы. Менің балам міне күні ертең әскерге барып, пісіп жетіліп отыр, мен қорқам. Кімнің қолынан қаза табар екен деп. Қызым ой жетіп отыр, кімнің қолынан зорланып қалар екен. Аш қалады деп қорықпаймын. Мен тірі тұрғанда аш қалмайды. Мен қасақана бір қылмыстың құрбаны болып кете ма деп қорқам. Себебі қоғам сондай болып кетті біздің. Түсінесіздер ма? Әскерге жіберсек, табытпен келетін қазақтың баласы көшеге ойнауға шықса, кісінің қолынан зорланатын қазақтың қызы. Айка, қарындасым, сен жыламашы. Сен жылағанын көрсем мен жүрегім ауырады мен. Қайт жыламайсыз, аға? Ужашы, шынымды айтайын ма, бүгін азанда жаңалықты көріп сразу Шерзаттың әпкесіне хабарластым. Өтірік па десе, өтірік шығар я десем, жоқ шын ғой дейді. Мен орнымнан тұрмай қалдым, бүгін жұмысқа баруым керек еді, давлением сразу 200-ге көтерілді. Сұмдық қой мынау. Қайт жыламайсыз да, мен бүгін жұмысқа шығуым керек, шыққан жоқпын жұмысқа. Аяқ қолым қалтырап, міне енді ғана эфир аштым, сағат 11 болды. Таңғы сағат 6-та тұрғам, жұмысқа шығайын деп. Сұмдық. Өзі Айсылып өлді дейді. Жоқ, мен Шерзаттың әпкесімен сөйлестім. Жекеде сөйлестім. Керек десеңіздер, оны парақшасы, нені шығарамын скринін. Өзі Асылып өлген жоқ. Ол Шерзаттың ертең сәрсенбі күні Шерзаттың соты басталатын болады, соты басталу керек тұғын. Шерзаттың өлімінің жалғыз басты куәгері Нұрғанат болатын. Сотқа дейін Нұрғанаттың көзін жоғалтып отыр. Түсінесіздер ме? Жоқ, мына қалай астында жазатқа ер адамдарға таңғалғам, қалай сенесің өтірік жылап отыр бірдеме дейді. Енді мына мыңдаған адамның алдына шығып, прямой эфирге шығып, қыз баласы осылай көзіне жасалып отырса, қалай сенбеске түсінбеймін. Сендер жігіттер астына жазып жатқан кезде позитивіне жаза алмайсыңдар ма? Клавиатураға позитивіне жазуға құдіреттерің жетпей ме? Хотя бы негативіне жазбаңдар шеш. Прямой эфирді тамашалап отырған екенсіңдер, отыра беріңдер осылай. Дәурен, менің сол қоғамның ішінде өмір сүріп жатқан. Дәурен, брат, мен күнделікті мен Айканың эфирді жібермеймін. Менің үш балам бар да. Мен мықты анамын, мен сол 3 баланы бағып жүрмін. Бірақ сол қоғамда өмір сүріп жатқан менің 3 балам бар, және менің бауырларым бар. Түсінесіңдер ме? Және мынау Шерзаттың анасы дәл мен секілді жанын ауыртып, бір өліп, бір тіріліп туды Шерзатты. Әжесі, мысалы үшін, бір емес, бір үйден 2 өлік шығып отыр, бірақ сол қасақана қылмыс қазақтың қолынан шығып жатыр да. Түсінесіздер ме? Мен түсінер едім, авариядан кетсе ажал, немесе ауырып өлсе ажал дейтін едім. бірақ айдың күнін аманында бір ана, бір емес, 2 баласынан айырылып отыр. Үлкен бір керемет бір шаңырақтың ортасына түсті ғой, дұрыс па? Оның бәріміздің басымызға келуі мүмкін. Мен қорқам, мен қызымның өмірінен қорқам, баламның өмірінен қорқам. Ана қоғамда. Тем более маған уже угрозаны давным-давно көрсетіп қойған. Қызыңды зорлаймын, балаңды өлтіремін деп. Например, о маған келеді, ол саған да келеді, ол маған да келеді. Дәл осындай қоғам кете беретін болса. Мен қазір аш қалудан қорқайды екем. Қасақана қылмысты деп қорқам. Несі, олмамай ма?
Вот Заманбек Нұрғаділовтың өзін біткен жеріміз осы ғой әкең. өздеріңіз көріп отырсыздар. Заманбек Нұрғаділовтың өзін мысалы үшін бірнеше жылдан кейін өзін өлтірмегені анық болды, дұрыс па? Қараңыздар, әскерге кетіп асылып өлді, суицид попытка, детский травмасы бар екен, психологический детский травмасы бар екен дейді. Бірақ о баланы табытын алып келгеннен кейін медсот экспертизадан кейін аузынан бірнеше еркектің спермасы шығады. Әрине ол өзін өлтіруге, өз-өзіне қол жұмсауға мәжбүрлеп отыр ғой. Қандай еркек аузына сперманы ағызып қойып, жер басып жүреді? Менің намысты қазақтың жігіттері не только аузына сперма ағызса өмір сүреді, олар итің ұры десе намыстан өліп кетеді, дұрыс па? Ол суицид попытка жасаған жігіт, оның аузына сперма ағызған, ол намыстан өлді, ол намыстан жер басып жүргісі келген жоқ. Түсінесіздер ма? Сөйтесіңдер де балалардың бәрі әлсіз, балалардың бәрі маминый саночек дейсіңдер. Папиный саночек болмақ түгілі ше, әлемді билеген батыр болсаң да аузыңа сперма ағызып қойғызсаң, саған бірнеше еркектің спермасын, сен тірі өлікке айналасың. Одан да өліп кеткенің артық, сен өзің шешесің, дұрыс па? Әскерге кеткен солдаттар не үшін өлді? Келді ғой, айтты ғой анасы. Ауыз қуысынан бірнеше еркектің спермасы шықты деп. Әрине мәжбүрлейді, қинап мәжбүрлейді. Мәжбүрлегеннен кейін, адам намыстан өледі ол. Намыстан өлеміз, біз қазақ намысшыл халықпыз, итің ұры десе намыстан өліп кететін қазақпыз. Екеуі дос, біреуі жау. Енді қазір қайсы жеңді? Сонымен бәрі соғыса бастайды. Деген жігіттер жауап беріңіздер. Не істейік жігіттер, менде бір ғана сұрақ бар. Қазақтың жігіттері, сендер тірісіңдер ма? Не істейік, айтыңдар. Білмеймін жігіттер, мен қатты уже сөзімде қалған жоқ. Вообще сөзімде қалған жоқ. Жан-жақтарыңа қараңдаршы, жан-жақтарыңның бәрі не батыр басқа елдер. Еңселеріңді көтеріңдерші. Мынаны уже әлем бүгінгі мына Нұрғанаттың өлімін естісе ше, ана көрші Қырғызстан менен көрші Өзбекстанның алдында сендер ше мәшқара болдыңдар. Қазақтың жігіттері. Көтеріңді көтермеңдерші, бұдан кейін мүлдем. Туды көтермей қойыңдаршы, мүлдем. Түсініңдер ма? Керек емес өтірік батыр болғандарың. Онсыз да қазақтың атына әбден қара жамылып, кір жамылып бітті. Жігіттер, енді намысымызды көтердің, пәленше Шавкат демей қойыңдар, түсініңдер ма? Шавкаттың кешегі жаңағы жеңісіне, ана бойдағы әрекетіне бәріңді шүбірекке түйіп бейтіп отырдыңдар бәріңше. Не үшін етіп отқандарыңды білем. Шавкат жеңіліп қалса ақшадан ұтылып қалатындарың бәрің ставка тіккенсіңдер. Ақшаларың үшін Именно мен ондай емеспін.